Қайырлы кеш дейміз, қымбатты да қадірлі достар. Әрине Қазақстан халқының бірлігі күні ол ұлтаралық келісімнің сақталуының кепілі. Ынтымақ жүрген жерде арыс бірге жүреді дейді дана халқымыз. Бірлік бар жерде тірлік бар деген даналық сөзге де ден қоямыз. Әрине бүгінгі қымбатты да қадірлі достар, бүгінгі эфиріміздің тақырыбы бірлігіміз жарасқан. Бір шаңырақтың астында Қазақстан деген ұлы отанымызда бірнеше ұлт өкілдері бір шаңырақтың астында тату-тәтті өмір сүріп жатқан жайы бар. Сол бірліктен ешқашан айырмасын дейміз. Олай болса, қымбатты да қадірлі көрермен, бүгінгі эфиріміздің қонағымен де қазір эфирімізде қонағымызды қоспас бұрын ең алдымен ол кісіні таныстырғым келіп отыр. Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Кенен Әзірбаев атындағы Жамбыл облыстық филармониясының әншісі Анна Вундер ханым қазір эфирде болады, және де осы эфир барысында 1 сағат сіздермен бірге сұхбаттасатын Алатау дәстүрлі өнер театрының концерт жүргізушісі мен Нәсіпжан Басшыбай. Олай болса, қымбатты қадірлі достар, эфирге құрметтеріңізбен, әрине сіздердің құрметтеріңізбен, қадірлі достар, Анна ханымды эфирге қоссам деп отырмын. Бірлігімізден айырмасын, берекеден айырмасын. Қане? Анна ханым эфирімізге қосылмай қалды ау. Алло. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Сіз көрінбей тұрсыз. Қазір. Қане? Техникалық ақаулар болып жатыр. Әрине тікелей эфир болғаннан кейін. Сіздің дауысыңыз естіліп тұр дегенмен, бірақ эфирде Дауысым естіліп тұр, бірақ та өзің көрінбей. Қайырлы кеш. Саламатсыз ба? Қайырлы күн. Мереке құтты бол. Күн дейміз ба? Рахмет. Алла аманда бол. Башыңызда да. Көңіл күйіңіз қалай? Құдайға шүкір, жақсы. Рахмет, жақсы. Бәрі жақсы, ойдағыдай болып жатыр. Бәрекелді. Бәрі жақсы болды. Мінекей Аллаға шүкір эфирімізде қосылды. Бәрекелді. Мынау өзіңізбен Алатау дәстүрлі өнер театрының тікелей эфирінде қауышып отқанымызға өте қуаныштымыз. Отбасыңызға аманшылық тілейміз, деніңізге саулық тілейміз. Ал енді жаңа бағдарламамыздың басында тыңдадыңыз ба, көрдіңіз ба? Қазақстан халқының бірлігі күні деп ауыз толтырып мақтанышпен айтып отырмыз. Бір шаңырақтың астында көп ұлттың өкілдері бір атаның баласындай, бір ананың баласындай болып бірге тату-тәтті өмір сүріп отқан жайымыз бар. Ол мақтаныш, сол бірлігіміз жарасын дейміз. Ал енді 1 мамыр мерекесі, бірден сұрақтан алып өтсем, 1 мамыр мерекесінің сіз үшін қандай мереке? Оны қалай тойлап өтесіз, қалай атайсыз? Енді бұл мереке жалпы өзімізге кішкентайынан ойымызда қалды ғой, миымызға сіңген мереке. Кішкентай кезімізде, әлі сол кезде совет өкімет кезінде, бар кезінде, әйтеуір жақсы күндерді гүлімізді ұстап, шарымызды ұстап, парадқа шығатынбыз.
Сондай-ақ мына енді Қазақстан өзі егемендік алғаннан кейін 96 жылдан бастап осындай мереке тойланудамыз. Әрине, бізде осы мереке сайын өнер адам болғаннан кейін тек халықтың алдына шығып, өнерімізді сыйлап, әнімізді айтып дегендей. Сондай жағдайда қарсы аламыз. Үйде отбасымызбен, семьямызбен, дастарханымызды жайып, бауырсағымызды пісіріп. Бәрекелді. Дастархан туралы айтып едіңіз. Ораза айы ғой. Оразаңыз қабыл болсын, сіз ораза ұстады деп. Әумин. Естігеміз. Мен осындай шешімге келдім. Жылда енді жолдасым Қажабай Тілеуқабылов жылдастайтын 20 жылдай болды ол кісінің ораза тұтып жүргеніне. Биыл осындай шешімге өзімде келдім. Бірінші жыл ұстап отырсыз? Биыл бірінші рет ұстап отырмын. Оразаны биыл қалай екен? ұстап отырмын. Шүкір, жақсы. Бәрі жақсы болып жатыр. Дастарханды айтып едіңіз, менің де аузым берік болған. Дастархан көзіме. Қабыл болсын. Анна ханымның дастарханынан шіркін дәм татса ғой деген бір көңілге келіп отыр. Алла ол күнге жетерміз. Иә, бәрекелді. Жаңа өзіңіз ұлтыңыз өзге ұлт болғанмен де мінекей қазақтың салт дәстүрін бірден айта кеттіңіз. Қуаныштымыз. Ал енді мынау елімізде бүкіл әлемді түргелең салған індет біздің елімізді де айналып өткен жоқ қой, өзіңіз білесіз. Қазір барлығымыз елімізде болып жатқан жағдайға байланысты қазір барлығымыз үйде, отбасымыз қасында үйде отырмыз. Ал енді сіздің үйде карантин қаншалықты режимі қаншалықты сақталуда? Жалпы карантин күндері қалай өтіп жатыр? Енді карантин, енді елмен бірге біздер сол үйдеміз, әйтеуір күнделікті шаруамыз бар. Әйел зат болғаннан кейін әйтеуір үйдің шаруасы болады ғой енді. Тірлігіміз болады. Арасында енді жұмыс бабымен онлайн концертіміз жүріп жатады. Оны да беріп отырмыз. Халықтың кішкене көңілін көтеруіміз керекпіз. Бізге енді сондай кішкене ауыртпашылық түсті. Біз онлайн концерт беру емес, біз шынайы концерт берген үйренген адамыз. Сондықтан қазір онлайн концертке көштік. Әрине ол күндерден де өтерміз, ол індеттен де өтерміз деп сенемін. Әрине ол да уақытша болып жатқан жағдай ғой. Одан да аман есен өтсек, бәрімізді осындай шынайы концертке көшсек, халықпен көзбе-көз жүздескенде не жетсін. Аумин, Алла қаласа. Мінекей барлығымыз үйде бол, бірге бол деп. Бұл індеттің тек қана жеңу жолы сол карантин режимін сақтап, үйде болсақ, осындай қашықтықта болсақ, сол кезде ғана жеңіске жетеміз деген мінекей жоспарлар, мінекей сол жеңіске жетейік. Алла қаласа, Рамазан айында ниет қылсақ, тілек қылсақ, дұғада болсақ, сол тілегіміз қабыл болса дейміз. Өмірімізге мейрам сыйлап, жанымызға рух беретін рухани байлық, ұлы өнер дейміз ғой. Сондықтан сол ұлы өнер енді онлайн арқылы болса да үйде отырған кісілерге қуаныш сыйлап жатқан жайыңыз бар екен. Алла тағала деніңізге саулық берсін, даусыңыз қарлықпасын. Тек еліңізді әніңізбен қуанта беріңіз. Еліміздің қуанышқа тола берсін дейміз. Ал енді біз ары қарай жалғастыра отырайық тікелей эфирімізді, қымбатты қадірлі көрермендер. Енді эстрада әнші екеніңізді білеміз, көпшілік көрермендеріңіз, тыңдармандарыңыз жақсы біледі. Сахнада жүргеніңізге 35 жылдан астам уақыт болған екен. Ал енді осы жылдар зымыраған уақыт, дегенмен де әр уақыт өзінің бір тамаша сәтін пайдалана білгеннің өзі бір ғанибет. Ән қоржыныңызда бүгінгі таңда қанша ән бар? Көрермендерімізді осы сұрақ мазалап отырған шығар, көкейінде тұрған шығар. Енді қанша әніміз бар екені бұны нақты санап жүрген жоқпыз. Енді әннің қоржында көп өлеңдер бар, 100-ден астам әніміз бар. Енді өйткені 35 жылдан астам уақыт сахнада жүргені қоржынға ән түсе береді ғой. Жылдан жылға жинала береді. Бұрында біз енді
тірі дауыспен жүрген кезінде ол кезде де репертуарымызда бірталай әндер жиналды. Қазір енді бұлар енді оңай болды ғой, сақталынып жүреді. Баяғыда айтылған нәрсе сол жерде қалатын еді, қазір енді записьте қалады, есте қалады. Бұл сондай, бірақ та қоржынымда 100-ден астам әнім бар деп айтсам болады. Бәрекелді. Біз енді мына Алатау дәстүрлі өнер театры өзі ашылғанына көп болған жоқ. Бір 4 жылдың көлемінде бұл жерде енді бізде дәстүрлі ән, халық ән, сіздің репертуарыңызда осы дәстүрге жақын халық әндер бар шығар? Енді дәстүрлі емес, енді жалпы барлық халық білетін Шәмші ағамыздың әндерінен біраз әндерім бар. Шәмші әндерінен тартып өтсем де болады. Бәрекелді. Қазақ айтады екен ғой, ән білмесең Шәмшіден бастады. Шәмшінің әнін бесіктегі баламен еңкейген қартқа дейін біледі десек артық. Біздің көрермендерімізде бірден қосылып кетуі мүмкін. Әрине Шәмшінің әнінен ту қол шапалақпен өзіңізден сұраймыз. Бәрекелді. Енді мен әрдайым айтатынмын, жолдасым домбырашы. Осы кісіге тұрмысқа шыққан кезінде бірден домбыраны алып үйренуім керек еді. Әттегеннен, бірақ та ол сәттер өтіп кетті. Бірақ та қазір енді ішкені қолқа салайын. Мына қазір онлайн сабақ оқып жүрген Алматыдан студент балам келіп жатыр. Ол да домбырашы. Біздің үйде 2 домбырашы бар. Чайковскийдің атындағы домбыра классында 3-ші курстың студенті. Сол балаға ішкені қолқа салайын. Бәрекелді. Баланы таныстырып өтсеңіз, уалейкум ассалам. Рауан Тілеуқабылов деген кенжетай ұлымыз. Ой, айналайын Рауантай, өркенің өсе берсін. Сондай-ақ енді жалпы негізі біздің балалар өнерде, ішкен айтып кетейін. Үлкен ұлымыз Тимур Тілеуқабылов, ол Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваторияны бітірді. Ән классынан кәсіби әнші. Үлкен қызымыз бар. 3 немереміз бар. Үлкен қызымыз енді өнерді жақсы көргенменен, бірақ та басқа жол мамандығын таңдады. Бұл тіл маманы, бұл қызымыздың мамандығы. Ал енді балаларым 2 ұл, осы мамасының папасының жолын қуды. Біреу папасының жолын домбырасын ұстады. Өте қуанышты. Домбырасы болды. Рауантайдың домбырасы. Енді бағана айтқан ән Шәмші ағамыздың әндерінен 1-2 ауызы айтып берейік. Ой, бәрекелді. Біз енді қол шапалақтап отырудан жалықпаймыз. Әрине, олай болса, жанұялық өнерлі отбасына бір қошеметтеп қояқ көрермендерімізге. Қане. Аңсаған бақытым сияқтанып, айтуын келеді тияқтанып, жол жаққа қараймын сен жоқсың арайлым, кешікпей келем небе, мен тұрмын елеңдеумен. Кешікпей келем деп тұрмын елеңдеумен. Ойыңда арыстым, көзіңмен таныстым, жайнаған гүлде тұрғым сен, жағада тұрдың сен. Жаз еді күлкіңде, пайдасын бұл күнде, сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Болсақ та
жаңа тыныш жүзсек талға шайырда Қошқар қиял кетті бермашы айыпқа Самал болар толандырған майдан шалқар гүл бетін Сәулем мені ойландырған сенің шарқын келбетін Сәулем мені ойландырған сенің шарқын келбетін Қошемет, даусыңыздан. Рахмет. Алла разы болсын. Сөйлемелдеп отырған концерт министрімізге де рахмет айтамыз. Бәрекелді. Рахмет. Керемет алып отырмыз. Ал енді біздің жаңадан эфирімізге қосылып отырған көрермендер болса, сізді тағы да таныстырып өтсек дейміз. Бүгінгі Алатау дәстүрлі өнер театрының парақшасында тікелей эфирге келіп отырған Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, әнші Анна Вундер ханым. Ал енді тамаша әніңізді естіп отырмыз. Сонымен қатар Александр қызы, сіз тек қазақ эстрадасының әншісі ғана деп білетін шығар көрермендер. Дегенмен де сіздің сонымен қатар қазақтың келіні екеніңізді бірі білсе, бірі білмей жатуы мүмкін. Айтыңызшы, қазақтың салт дәстүрін, жаңа ағамыздың да атын айтып қалдыңыз ғой. Қаншалықты ұстанасыз? Қаншалықты қандай біздің салтымыз үйде көбірек қолданылады деген сияқты. Наурыз мерекелерінде, наурыз көже жасалады деген секілді. Түсіндім сұрағыңызға. Енді былай қарап отырсаң, ең алғашқы келін болып түскеннен ат босаған аттағаннан кейін беташар салтымен басталды. Бетім ашылады. Беташар жасалды. Содан бері барлық салт дәстүрді сақтап жүреміз. Біріншіден бет ашқаннан кейін ертесіне әйтеуір барлық ең біріншіден үлкен енеме, барлық үлкен кісілерді сәлем ету, сәлем жасап жүрдік. Әлі күнге дейін саламыз сәлемімізді. Алла разы болсын. Өйткені қазақтың келіні болғаннан кейін. Әрине, әр мереке сайын әйтеуір наурызда наурыз көжемізді пісіреміз. Балалардың бәріне біз мысалы сауын кестік, бесік той жасадық дегендей. Сол барлық салт дәстүрлерді біз шамамыз келгенше сақтауға тырысамыз, жасауға да тырысамыз. Балалардың бәрі сол қазақи тәрбиеленген. Көрініп тұр, мінекей жаңа ұлдарыңызда жанұялық, өнерлі отбасы деп ауыз толтырып мақтанышпен айтуға болады. Ұлдарыңызда, қыздарыңызда өнерден алыс емес. Бұл жаңа өнерліге өріскенде деген ғой. Ол өнердің арқасында талай-талай өрісті, талай-талай белестерді көріп жүргеніңізді біз білеміз. Ал енді репертуарыңызда белгілі ақындардың, композиторлардың әндері, туындылары бар. Мысалы, Нұрғиса Тілендиев ағамыздың Саржайлау деген әнін, қазақ әндерін. Бұл әннің рас. Әннің мен репертуарымның ерекше орны бар. Өйткені бұл әрдайым мені жүрегімді жүреді. Филармонияға тай бас келгенімізде, оқу орнымды бітіріп, жұмыс жасауға келгенімізде, сол ең алғашқы орындалатын ән сол Нұрғиса Тілендиев атамыздың Саржайлау әні. Ол бір есте қалатын. Өйткені ең алғашқы шаққан кезінде, ол кезде тірідей дауыста, жанды дауыста өлең айтамыз ғой енді. Музыкада жанды дауыста ойналады. Сол кезде мен аккомпаниаторын жоғары алып қойып, аналистімді. 1,5-2 тонн жоғары алып қойып, соны ең алғашқы сахнаға шығып, соны әйтеуір айтып шықтым. Сондай бір қызық оқиғалар болды. Әрине, осы Саржайлауым өзіме табиғатыма келетін ән. Сондай кең дауысты, диапазоны кең әндерді жақсы көрем. Сол Саржайлауым деген репертуарымда өзі ерекше орны бар.
Ал енді көрермендеріміз де тамсанып отырған шығар, енді сізге қолқа салмау біз үшін ұят болады. Осындай тамаша әншімен Алатау дәстүрлі өнер театрының парақшасында сұхбаттасып отырғаннан кейін сіздің тамаша жаңағындай сыңғырлаған үніңізді тағы да естігісі келіп отырған көрермендеріміз бар әрине. Сондықтан сол әннен әуелетіп отырсақ, енді бұл жерде жаңа үйде отырған кісілеріміз бар, сол кісілерге тек қуаныш сыйласақ дейміз. Сондықтан тағы бір әннен болып отырса қолқа салайық. Түсінеміз, оразадасыз дегенмен, бірақ шын жүрекке оң солының бәрі бір дейді ғой. Сондықтан қолқа салудан біз жалықпайық, халқымызға қуаныш сізде шаршамаңыз деген. Білгенде оразада болғаннан кейін аузымыз сәл-сәл енді қорғап қалып отыр енді. Биылдыққа өзім бірінші жылықтағаннан кейін осындай бір нелер болып жатыр енді. Анау сахналардың біз өз қорқып тұрамыз да, сахнаға шыққанда бәрі ұмытылып кетеді ғой. Сол секілді ән бастап алтын тез түбінде жатпайды дейді жаңағы. Енді сажалемнің бір куплетін айтып берейін. Ай, бәрекелді. Жазира, жасыл кілем өрнектеген туған елге жазира, жер жетпеген саржайлауым. Кем өлмең, әлдилей берсен деп келем, аңсап келем салынып, шөлдеп келем саржайлауым. Самал бұлақ балдайларын, салқын самал баурайларын, саялаған бер туған жер, сағындырған саржайлауым. Салқын бұлақ балдайларын, салқын самал баурайларын, саялаған бер туған жер, сағындырған саржайлауым. Бәрекелді, қазір үйде отырған кісілер саржайлауды көз алдына елестетіп, қағынып, сол саржайлауға бір барып келгенде әсер алып деген үлкен сенімдеміз. Бәрекелді. Бұл саржайлау неше жасымда айттым дедіңіз, неше жасымдан бастап орындадым дедіңіз? Енді жалпы филармонияға мен 22 жасымда келдім. Сол жасымнан бастап өзім репертуарымда бұл ән бірге келеді. Бәрекелді. 22 неше жыл болды екен сонда бұл әннің сіздің? Енді дейді. Қыздың жасын сұрамайды ғой, әннің неше жыл жүргенін сұрап. оқып отырайын. Мысалы, енді 82 жылда жұмысқа кірдім ғой енді. 82 жылдан бастап жұмысқа кірдік. Жолдасымыз екеуміз. Кішкене енді біз енді жолдасым екеумнің қосылғанымызды айтып кетейін тарихымызды. Бұл жігіт негізі Қызылорда өңірінен келген. Мен Жамбыл облысының қызымын. Бұл кісі Қызылорда жақтан келген. Былай қарап отырсаң, екеумізді өнер қосқан. Абыстырған өнер дейсіз ғой. Иә. Екеуміз өнердің арқасында бірімізді таныдық. Бір-бірімізге ғашық болдық, қосылдық. Отбасы семья болдық, әдемі семья құрдық. 3 баланы өмірге алып келдік. Сондай-ақ енді сол кісімен танысқаннан кейін ол кісі мені алып қашып кетті. Не деген сезім. Бұл енді біздің қазақтың дәстүріне жатады енді. Оған да көндім. Дәстүр деген осыдан бастай бермейсіз ба? Ол кісі мені алып қашып кетті Қызылорда облысына. Қызылордадан арғы Қазалы деген аудан бар, сол жаққа. Қазалының ар жағында совхоз. В общем, апарған кезінде бірақ түсінген соң қайға келді мен деген не болды. Сол кезде сіз осылай қазақ тілін жақсы меңгердіңіз бе? Жоқ, сол келін болып түскеннен кейін барып үйрендіңіз бе? Келін болып түскеннен кейін үйрендім. Мен сол келін болып түскеннен кейін қазақ тілін үйренуге тырыстым. Бірден әйтеуір соны сөйлесуге, енді ұялсам да сөйлейтінмін. Бірінші кездері мына жолдасымның артына талатынмын.
дұрыс айттым ба, дұрыс айтпадым ба? Қалай болды деп. Ауылда Ол кісі маған әрдайым қолпаштап мені қолдап жүретін. әжелеріміз қалай қабылдады? Әжелеріміз қалай қабылдады? Өзге ұлттың қызын ауылға келін қылып алып келіпті. Сіз енді бұл... Енді дұрыс айтасыз. О жағынан енді менің жолдасымның мамасы, енем марқұм. Ол кісі мені бірден жақсы көрді. Басқа ұлттың қызы деп. Ол мені бірден өз қарамағын несіне қолтығының астына алып алды. Өйткені қолында тағы да 2 келінім бар еді ол кісінің. Мен енді статусым кішкене ерекше болды ол кісі енді. Мен қиналып қалмасын дедім, бірден айтып жылап қалмасын дедім, алыстау жерге келдім ғой енді. Бөтен жерге келдім. Салт дәстүрі бөлек. Ол кісі мені бірден қабыл алды да, осындай жылы лебізімен, жылы отпен үйретуге тырысты. Олар жағынан Қаржаудың жолдасының аты Қаржаубай, олар туысқандардың жағынан ешқандай не болған жоқ. Ал енді өз жағынан кішкене қарсылық болды. Анам, әкем қарсылық білдіргенменен, бірақ та біз бірден той жасағаннан кейін келдікті бір ай күйеуіңді алып кел, бір ай осы жерде жатсын. Бұл да көрсін біздің салт дәстүріміз қандай екен деп. Сол қайынжұртына барып бір ай жатқызып қойдық, сол жерде бірге болдық. Ол да біздің салт дәстүрімізді үйренуге қандай екенін көрді. Сөйтіп семья болып кеттік. Ал енді... Қазір енді барлық туысқандарым Германияға көшіп кетті. Бұлар сол Германияда тұрады. Мен сосын сіңілім бар, Светлана. Екеуміз Қазақстанда қалдық. Өйткені екеуміз де қазақтың жігіттеріне тұрмысқа шықтық. Ой, бәрекелді. Ал енді жаңа тілді білмедім деп, бірақ енді сіздің тілді білмедім дегеніңізге өзіңізден естімеген адам сенбейтін шығар бірден қарап отырып. Өйткені ешқандай қателіксіз, ешқандай орыс тілінде айтқанда акцент дейді ғой, ештеңе байқалмай, таза қазақша сөйлеп отқаныңызда. Рахмет. Ағамызға деген махаббат, екінші отанға деген, елге деген сүйіспеншілік кетті ғой деп ойлаймыз. Рахмет. Сізге Алла разы болсын. Расында да мінекей өз елдің патриоты болу, сол елдің тілін білу, мінекей сіздер сияқты мінекей өнерлі адамдар ғой көбіне жан-жаққа мәдениетпен. Рас қой енді, мен жалпы өнерде жүргеннен кейін мен осы енді сахнаға көп шығамыз. Жалпы Қазақстанды мен осы 2 мәрте жеке концертмен аралап шықтым. Осы сұрақ көп қойылады. Россияға дейін қойылады, әрине қойылады. Россияға да барып қойдық, Омбы қаласына, Германияға барып қойып келдік. Қазақтың домбырасын сол жерде шырқатқыздық, сол жерде өлең айттық, қазақша әнімізді, туымызды көтеріп. Бәрекелді. Сондай-ақ сахнаға шыққанда әрдайым айтамын, мен өте бақытты әйелмін. Өйткені өзім қасымда жүрген жолдасым композитор. Ол кісі әнді жазады, мен орындап жүремін. Бұл Қаржаубай Тілеуқабыловтың біраз әндері бар. Ең алғашқы әні Туған жер атты әнін орындап жүрмін репертуарымда. Сол әнді айтқаннан кейін әрдайым да айтамын. Өзім қазақ жеріне мен патриотымын. Өйткені барлық концертте Туған жер атты ән айтылады, орындалады. Бәрекелді. Олай болса, темірді қызған кезде соқ дейді. Ағамыздың мінекей сазгерлігі, композиторлығы қырын өзіңіз айтып отырсыз. Енді ағамыздың бір әнін айтпасаңыз өкпелеп қалуы мүмкін. Эфирге шығып тұрып, менің әнімді неге орындамады, енді өкпелемейтініне кәміл сенеміз. Дегенмен де осындай сәттерде бір мақтанышпен сол әнді орындап берсеңіз. Қазір оны енді айтуға маған қиын туындап тұр енді кішкене. Тамам қабылдап. Енді туған жері
Енді біз қазір енді Тараз қаласында отырғаннан кейін туған жер ән емес, Қаржаубай Тоқауов осы Тараз қаласына келгеннен кейін осындай жерге келгеннен кейін әрине осы елге жерге сүйіспеншілігін шығарып бір әдемі ән шығарған Тараз вальсі. Сол әннен бір-екі кішкене жолдарын айтып берейін. Балам, Тараз вальсін. Тараз жұртшылығынан барлық қазақстандыққа сәлем. Рахмет. Жамбылым, Таразым, сүйемін сені, жайып керемет қазақтың жері, таластың толқыны көкжиекте, аялап жанымды тербеді. Өмірің өлеңмен өрген, күндерін ару терген, тұлпары бәйгеден келген, шалған Таразым-ай, әлемге әйгілі жерсің, даладай кемеңсің кеңсің, тарихтың бастауы сенсің, Шолпан Таразым-ай, Шолпан Таразым-ай. Тараздан сәлем. Бәрекелді. Ағамыз Қызылорда сыр елінің тумасы екен. Қазақ нағыз ақындар, нағыз сыр сүлейлерінің шыққан жері, жыршылардың өткенде эфирде. Біздің Алатау дәстүрлі өнер театры естіп жатқан шығарсыз. Бәлкім өнерде болғаннан кейін жақсырақ білетін шығарсыз. Әр мекеннің мектептері, мысалы, Арқа мектебі дейді, Батыс мектебі, Сыр мектебі, сайдың тасында іріктелген сен тұр мен атайын деген өнердің тек қана дәстүрлі әншілер ғана емес, ол жерде театр актерлары, нағыз дәстүрге сай қойылымдарды қойып жатқан. Жамбыл бабамызды қойды, жыр жолбарыс, Жамбылдың кейбір кездері де жастық шағы, сондай бір тамаша. Ол жерде дәстүрлі әншілеріміз актер болып ойнап, қолымыз тиіп, карантин басылғаннан кейін уақыттарыңыз болса біздің театрға келіңіз, сол қойылымды көріңіз. Міндетті түрде. Сырдың жырын тыңдап қайту. Сіздердің театрыңызға концерттен келсем бе деген ойым бар. Өз өнерімді көрсетсем бе деген ойым бар. Сондай бір кішкене жоспарымыз бар. Құда қаласа енді мына індеттен аман-есен өтейік. Ол әрине біздің енді басқарма міндетті түрде қолдайды деп ойлаймыз сізді. Өйткені осы эфирге де шақырып өзіңізбен мінекей халыққа тағы да бір мағлұматтар беріп жатса, келешектің жоспарында театрда күтеміз. Біздің театр жаңа театр, біздің басқармада оған қарсы болмайды деген сенімдеміз. Бірге қуанып халық өнерсін деген үлкен ғанибет қой. Бәрекелді. Ал енді жаңа айтып отырсыз ғой, бауырларымның барлығы қазір сонау Германияға көшіп кетті деп отырсыз. Ол кісілер туған жерге сағыныштарын айтып отыратын шығар, дегенмен де бәрібір де кіндік-қан тамған жер, туған жер Қазақстанның көп жерде естіп отырамын. Ол кісілердің қалай ана жақта енді өмір жаман емес қой, дегенмен сағыныштарын айтып отыратын шығар. Қазір заманның дамыған уақытысы, тікелей сөйлесіп, анау қалай, мынау қалай деген секілді. Дұрыс қой, енді әрине сағынады, қалай сағынбасын. Енді осы жерде туып өсті, туған жерлері енді Қазақстан сағынады. Бірақ та енді үйренді ғой, енді 20 жылдан астам уақыт болды көшкендеріне. Жылда келіп тұрады қонаққа. Қазір сағынып та үлгермейміз. Мына телефон арқылы, интернет арқылы күнде сөйлесіп отырасың, жүздесіп отырасың. Бұрынғыдай сағына көріспейсің, уже кеше ғана көрген сияқты болып тұрады екенсің, бірақ та жылда келіп бұлар ауылдарына барып, топырағына аунап дегендей. Қай жерденіңіз? Мен өзім Сарысу ауданданмын.
Сарысу ауданы. Байқадам ауылы. Жамбыл. Қазір Саудакент ауылы. Иә, білем. Бұрында Байқадам деген ауыл болатын. Болғамыз. Асанәлі ағамыз. Білеміз, болғамыз. Мынау Алтынбек Қоразбаев көкелерімізбен бірге гастроль сапарды аралап қайтқанбыз. Аралағансыңдар ғой. Иә, сол кісі өз еліне, өзінің туған күні юбилейіне қарсаңында бір аралап барып қайтқанбыз. Саудакент, Қаратау, барлығын аралап қайтқанбыз. Керемет, өзінің әдемілік. Туған жерім Саудакент ауылы. Сол жерден туып өстім. Оқу орнында осы Таразда бітірдік. Жолдасым Қызылордадан келіп, мен осы ауылынан келіп, осы жерде оқуға түстік қой енді. Әрине енді жұмыста бізді де, жолдасымызды, екеумізді Алтынбек Қоразбаев ағамыз жұмысқа қабылдады. Екеуміздің қосылғанына ол кісінің де кішкентай үлесі бар. Өйткені ол кісі болмаса бірімізді табатын едік. Бәрекелді. Тағдыр деген сондай. Бәрекелді. Расында да себепші Алтынбек көкеміздің де себебі бар дейсіз ғой, танысуымызға. Бар. Әрине, ол бізді студенттің кезінде мына жолдасымның домбыра тартқанына қызығып, шеберлігіне. Ол кісі кәсіби домбырашы. Мен ән салғаныма, сол бәрімізді шертіп таңдады ғой студенттердің арасында 5 адамды. Бір ансамбль құрды да, бізді бірден Ақтөбе облысына гастрольге жіберді. Сол кезде мен репертуарымда қазақша 3 әнім бар. Әйтеуір гастрольге кеттік. Кішкене эфирімізде үзіліп кетіп жатқан секілді. Ал енді өзіңіз көбіне жеке әндер орындайсыз ба, жоқ дуэтпен, қандай әншілермен дуэт орындап жүр, дуэтте айтқан әндеріңіз бар ма? Жоқ, енді жалпы көбінде өзім жеке өлең айтқанын жақсы көрем. Өйткені тембрім бөлек, ерекше. Сондықтан жеке айтқаным жақсы көремін. Бірақтан өзім үлкен ұлымыз, мына Құрманғазы атындағы консерватория бітірген балам. Ол да ән жазады. Қазір енді ол Чайковский атындағы колледжде сабақ беріп жүр. Ұстаз, өзі лауреат. Сол баламен бірге негізі өлең айтамыз. Аңсар тобы деген осы 3 жігіттен құралған 3 жігіттен аңсар деген тобы бар. Классикалық топ. Солармен бірге 1-2 әнім бар. Былайынша көбінде жеке өлең айтып жүрем. Ал енді жаңа қазақ әндерді отырмыз. Өзіңіздің ұлтыңыздың әндерінен білесіз ба? Неміс тілінен. Ол сұрақ қиындау екен. Қыз екеніңізді тағы да көрерменге енді жалпақ тілмен айтып өтсем, неміс ұлты өкілінің қызысыз ғой. Біз мектепте неміс бізде оқығанбыз. Сол ойлап отқаным ғой. Жоқ, біліп отырмын. Мен бірақ та енді немісше концертте жүрді, мен де қалжыңдап айтам. Ұлтым неміс болса да репертуары немісше ән жоқ екен. Тек қазақша өлең айтам. Мен өзім Қазақстанның деген қызбын дейсіз ғой, отаным десе. Мен өзі Қазақстанның қызы болып кеттім. Сондықтан енді, бірақ та репертуардың немісше ән жоқ екен. Түрің басқа, түрің сары, көзің көк, орыстың қызына ұқсайсың, қазақ тілін қайдан үйрендің деген сұрақтар көп туатын шығар, ауылдық жерлерде әсіресе аралаған кезде. Енді ол сұрақты естіп жүргеніміз біраз жылдар болды ғой енді. Әсіресе мына солтүстік облыстарға барған кезінде ол жерде қазақтарды онша қазақша білмейді екен. Таңғалады енді. Осындай қазақтың жігітіне тұрмысқа шыққаннан кейін ол жігітті сүйіп тигеннен кейін сол кісінің тілінде
салтында, дәстүрінде бәрін үйренуге тырысып жатырмыз енді. Әлі күнге дейін. Бәрекелді. Өмір күнде мектеп дейсіз ғой. Күнде үйренгенімізден үйренеріміз көп деп жатсыз ғой. Расында да мың алғыс, мінекей осындай біздің ағамызға тұрмысқа шығып, және де қазақтың салт дәстүрін бірден келе сап Бауыржан Момышұлы атамыз айтқан екен ғой, мен батыр деп қыз баланы айтамын деп. Менің батырлығымның алдында қыз баланың батырлығы жоғары, өйткені танымайтын елге келіп, танымайтын жерге барып, сол жерде мәңгі бақи тұрып қалу деген ол батырлық деп. Сіз енді тіпті қазақ ауылына барып сол жерде үлкен батырлық жасап, сол елдің дәстүрін, тілін үйреніп, шынайы жүрегіңізбен соның бәрін қабылдағаныңызға мың алғыс білдіреміз, деніңізге саулық тілейміз. Енді мерекенің қарсаңында біздің қымбатты көрермендеріміз де өзіңізге бірнеше тілектерін айтып жатыр. Енді біз мынау комментарияға көп көңіл бөліп жатқан жоқпыз, өзара да әңгімелесіп кетіппіз дегенмен. Екеуміздің әңгімеміз жарасып отыр ғой енді. Комментарияға да қарап отырайын. Алғыстарын көп айтып жатыр, деніңізге саулық тілеп жатыр. Біздің Алатау дәстүрлі өнерпаздары да қошеметтерін білдіріп жатыр. Мың алғыс барлығына. Ал енді мына мереке болғаннан кейін тікелей эфирдің қонақ болып отырсыз. Және де осы мереке қарсаңында өзіңіздің қазақ халқына деген бір тілегіңіз, жүрек жарды, ел жұртқа деген, қазақстандықтарға деген тілегіңіз болса, мерекемен құттықтап қойсаңыз. Әрине, осы тарихы терең, 2000 жылдық тарихы бар Тараз елінен барлық қазақстандықтарды осындай мерекемен құттықтағым келеді. Баршаңызға тек отбасыларыңызға амандық тілеймін, саулық тілеймін. Мына уақытша болып жатқан қиындықтан аман есен өтейік. Тек жақсы күндерде жолыққанша. Жақсы күндеріміз көп болсыншы. Аумин, айтқаныңыз келсін. Тек жақсылықта. Әрине, эфиріміздің уақытысы 1 сағаттың көлемі берілген болатын, уақытымызды жақындап келе жатқан секілді. Әттең сіздің осы тамаша сыңғырлаған даусыңызды таңға дейін тыңдауға болады, жалықпай. Тіпті тікелей эфир болғаннан кейін қазір жанды дауыста халықта қазір көкірек ояу жанды істейді. Мынау кішкене ораза деп қолға салуға ыңғайсызданып отырмын. Дегенмен де енді бір ән айтып берсеңіз, бізде көңілді қоштассақ. Енді рахмет. Енді қоштасайық. Енді үйдегі ұлымда, жолдасымда ауыздары ораза. Мен ауызашарға дайындалайын. Олай болса, сізге мың алғыс білдіреміз. Және де Алатау дәстүрлі өнер театрының ұжымы, оның басы қасындағы Алатау дәстүрлі өнер театрының директоры Дәлел Зейнешұлы ағамызға мың алғыс білдіреміз. Осындай өнерпаздарды, осындай үйде отырған сәтте көрерменге тікелей байланысқа шығып, тікелей көрерменнің көңіліне қуаныш сыйлауға, күнделікті өзіңіз байқап отырсаңыз, біздің парақшамызды байқап отырсаңыз, күнделікті біздің өнерпаздарымыз, әншілеріміз әнін, жыршыларымыз жырын, актерларымыз өздерінің тамаша өлеңдерін оқып, көрерменге қуаныш сыйлауға атсалысып жатқан жайы бар. Сондықтан сол тамаша күндердің бірі бүгін өзіңізбен сұхбаттасуға бұйырған екен. Деніңізге саулық тілейміз, отбасыңызға аманшылық тілейміз, театрымызға келіңіз. Тек жақсы күндеріміз көп болсын, шығармашылық табыстар тілейміз. Ал енді біздің көрермендерімізге айтатынымыз тағы да біздің Алатау дәстүрлі өнер театрының тікелей эфирінде Instagram парақшасында болған Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері әрине Жамбыл облыстық филармонияның ғой. Кенен Әзірбаев атындағы филармонияның әншісімін. Кенен Әзірбаев атындағы қымбатты да қадірлі ағайындар әншісі ортамызда Анна ханым. Сізбен тікелей эфирде сұхбаттасқанымызға мың алғыс білдіреміз. Деніңізге саулық, отбасыңызға аманшылық, ағамызға сәлем айтыңыз.
айтамын. Ағамыз да мінекей қазір ауызашарға дайындаламын деп отырсыз. Ауызашарға асыққан сайын Алла тағала жақсы көреді дейді ғой. Сондықтан да өткенде отырмын, бір немересі атасынан сұрапты: ата, біз Рамазанды сағынып жүреміз, Рамазан бізді сағына ма деп. Сөйтсе атасы немересін айтатын көрінеді: балам, біздің Рамазан сағынғаны соншалық, әр жыл сайын 10 күн ерте келіп отырады деп. Сондықтан біз сағынған Рамазан бізді солай сағынып отырса, біз сол Алланың алдында разылығын алып, тілегімізді Алла қабыл етсе деген ниеттеміз. Барша қазақ халқын Рамазан айымен құттықтаймыз. Дендеріңізге саулық, аманшылық, аман күндерде жолыққанша күн нұрлы болсын. Сау, сәлеметте болыңыздар. Шатсыз болыңыздар. Сау бола қойыңыз, аман болыңыздар.